Бүгін Қарағанды қаласында жұмысын бастаған отбасына көмек көрсетудің бірыңғай орталығында қызмет бабында қаза болған тәртіп сақшыларының отбасын ұлықтау іс-шарасы өтті. Ата заң мерекесімен 1 қыркүйек білім күні қарсаңында департамент басшылығы арадан ерте кеткен әріптестерінің жұбайлары мен балаларына сый құрмет көрсетіп, арнайы сыйлықтар табыстады. Антына адал, сертіне берік болып, ақтық демі қалғанша ұлтына еңбек етіп кеткен тәртіп сақшыларының есімі қашанда әріптестердің жадынан ұмыт қалған емес. Батыр жігіттердің артында қалған отбасы полиция департаменті басшылығының үнемі қамқорлығында болары сөзсіз. ТВТ-дағы жолдастарына, жұмыскерлеріне үлкендер рахмет айтамын. Өйткені марқұм Абзал марқұм қайтыс болғаннан бастап 1 жыл келмей қалған күндері болған жоқ. Әр жаңа жыл сайын осылай балаларына подаркаларын алып кеп, маған да сый сияпатын беріп, әрқалай бір көмектерін беріп отырады. Сол үшін мен көптен көп рахметімді айтамын. Республикада теңдесі жоқ орталықта отбасы тұрмыстық салада кездесетін қилы сұрақтар мен құқықтық көмек көрсету, көші-қон сұрақтары бойынша түсініктемелер беру, сонымен қатар қиын жағдайға тап болған отбасыға көмек көрсету сияқты жұмыстар жүзеге асырылады. Біз осы орталықта көмек көрсетумен қатар балалардың бос уақыттарын мен айналысу, оларға үйірмелерге тарту, волонтерлік қызметтерге оларды жұмылдырамыз. Сондай-ақ бұл жерде біздің іс-шараларымызға балалар өте белсенді қатысып, полициядан әріптестік көмек ала алады. Сонымен бірге біз өздерінің мазалаған түрлі мәселелермен осында келіп, өзіне керекті сұрақтарына жауап алуға болады, кеңес алуға болады, өмірлік кеңестер алуға болады. Әрқайсымызға біз ашықпыз. Әр күні қандай жағдай болса да бізге хабарласып, бізде қандай да бір мәселелерін шешіп кетуге болады.